Сәлеметсіздер ме құрметті супер ютуберлер және достар, бүгінгі видеода қалай монетизация қоспай-ақ айына миллиондар табу туралы айтатын боламыз. Жалпы монетизация сөзінің ұғымы YouTube арқылы YouTube'ты табысқа айналдыру деген сөзді білдіреді. Көбісінің ұғымында, яғни монетизацияның бірінші түрі ол қаралымнан, яғни просмотрдан түсетін табыс. Көбісі просмотрдан түсетін табысты қаралым үшін беріледі деп ойлайды, ал шын мәнісінде ішіндегі мынандай пропустить деген кнопкасы бар. Жарнама шыққан үшін YouTube сізге ақша береді. Сізге деген сөз ол көрерменге емес, сол YouTube'ты жүргізіп отырған авторға. Яғни сіз автор болатын болсаңыз, әр видеоңыздың ішіндегі осындай рекламаға YouTube ақша береді. Әрине оның өзінің шарты бар. 2023 жылы шарты жаңарды. Сіз 1000 подписчик жинап, 4000 сағат жинау керектігінсіз, және бұл 4000 сағат жинасаңыз да болады, немесе оның орнына екінші условиясы бар. Шортс түсіріп, шортстан 10 миллион просмотр 3 айда жинау деген секілді. Негізі 3 айда 10 миллион просмотр жинау әшін саусақпен шерткенде жинауға болады. Жалпы несін түсінген боларсыздар, 4000 сағат или 10 миллион просмотр шортстан жинау керексіздер. Бірақ 1000 подписчик обязательно. Бірақ көбісінің қоятын сұрағы, осы 1000 подписчик жинамай-ақ, 4000 сағат жинамай-ақ, қалай табысқа жетсем болады деген сұрақтар өте көп. Солардың ең бірінші жауабы ол өте оңай және қолжетімді нәрсе. Шын мәнісінде сіз егерде бизнесмен, көбісі енді бизнесмендер жүзеге асырады YouTube'пен, бірақ сіз бизнесмен болмасаңыз да, қарапайым үйде отырсаңыз да, мұғалім болсаңыз да, құрылыс саласында, медик саласында болсаңыз да, ешқандай разница жоқ. Өзіңіздің салаңызды жай ғана YouTube'қа жүктей отырып, өзіңіздің қызметіңізді немесе тауарыңызды сату арқылы спокойно айына 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион табысқа шыға аласыз. Әрине ол біреуге көп болып көрінуі мүмкін. Хотя бы 200 мың, 300 мың теңге айлығыңыздан бөлек табысқа спокойно шыға аласыз осы YouTube арқылы. Қарапайым мысалдар келтірейін. Яғни біздің бір студентіміз сетевой бизнесте жұмыс жасайды. Atomic Kazakhstan Official деген YouTube каналы бар. Және бұл каналда бұл кісі өзінің жасап жатқан компаниясының тауарларымен, өнімдерімен және тұтынушыларының жеткен нәтижесімен бөлісе отырып, өзіне команда жинайды бірінші, және тауарын сатумен айналысады. Осы өзінің YouTube каналы арқылы бізге курсқа қатысқалы бері 3 миллион теңге табысқа шыққан. Бұл жерде бұл кісі 4 инструмент қолданған біздің сабақтардың ішінде. Ең бірінші сол оптимизация. Және екінші мысалды келтіретін болайық. Бұл Нұржан Исаев кәсіпкер құпиясы каналы. Яғни бұл жерде Нұржан мырза әртүрлі кәсіпкерлерді қарап отырсаңыздар, баклажка мусордан бизнес деген видеосы бар екен. 5000 теңгемен тендер бастау деген видеосы бар екен. Тура осылай әртүрлі кәсіпкерлерді видеоға түсіре отырып, өзінің YouTube каналына жүктеп отырады. Ал енді сұрақ туындайды, бұл ақшаны қалай ақшаға айналдырамыз деген. Бұл кісінің каналына түсу үшін 150 мың теңге мен 500 мың теңге аралығында төлем жасау керек. Не үшін ондай төлем жасайды? Кәсіпкерлер өзінің жарнама жасау үшін. Яғни, егер де сен өзіңнің бизнесіңді ары қарай жарнама жасаған келсе, менің каналыма келіп, түс деген секілді призыв жасау арқылы өзіне клиенттер алып келеді, яғни бизнесмендер алып келеді. Яғни B2B деп аталады бұл бизнестің түрі. Мамандар туралы бір канал ашатын болсаңыз, сіздің каналыңызға түсу үшін 100 мың теңге, 150 мың теңге, 200 мың теңге көлемінде ақша төлеуге дайын кәсіпкерлер. Бірақ біріншіден каналыңызды дамытып алу керексіздер, чтобы көп адам көретіндей оны. Енді бұл жерде көп сұрақтың жауабы, өзімнің түрімді түсірсем бола ма, түсірмесем бола ма деген сұрақтар туындауы мүмкін. Өзіңізді түсірмей-ақ, немесе біреулер айтады, қолымнан еш нәрсе келмейді дейді. Өзіңізді түсірмей-ақ, қолыңыздан еш нәрсе келмесе де, біреуді түсіре отырып, тура осы мысал секілді сіз спокойно табысқа шыға аласыз. Және үшінші мысал келтірейін, өйткені екі мысалда барлығы ойлап қалуы мүмкін. Енді, конечно, кәсіпкерлікті түсіру, табысты мен кәсіпкерлерді түсіре алмаймын, мен қолымнан келмейді деген секілді. Или мен сетевойда емеспін, мен тек қана басқа бір тірліктермен айналсам, маған қандай мысал айтасыз дегендерге, керемет мысал. Бұл көкпар 777 деген канал. Жалпы бұл канал өзім көкпар түсіріммен, өзім көкпар шаба алмасам да, көкпар шаба алатындарды видеоға түсіре отырып, канал ашып, сол арқылы просмотр жинап, подписчик жинап, ары қарай қолөнермен айналысатын көкемді түсіре отырып, яғни ешқандай монетизациясыз, YouTube'тың табысынсыз өзінің тауарын
кол өнөрүн сатып отуруп 4 миллион теңге табысқа шығып отыр. Комментарийлерді көп оқып отырамын, қалай біз ары қарай дамытсақ болады, YouTube-ты қалай ашсам болады, не түсірсем болады деген секілді. Жалпы осы сұрақтардың жауабын мен өзімнің мастер-классымда тегін үйрететін боламын. Және мастер-классқа қатысқандарға қосымша өзімнің кішкентай кітапшамды сыйға тартатын боламын. Бұл жерде кітапшада 2023 жылы сіз табысқа жететін нақты 7 стратегияның құпиялары жазылған. Мастер-классқа қатысу үшін астында сілтемеге өтіңіздер. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.